қай спектакль бізде керек ақ жаңбыр деп айтатын. На концертін жыламай. Кәсіз тоқта. Давно такого нужно. Жылатқым келеді. Екен сол эмоцияны алып кеткен ғой, дәл күткен. Соңғы махаббат фильмінің предпоказына. Алдарыңызда осы Соңғы махаббат фильмінің қоюшы операторы Нұрсұлтан Базарбай. Нұрсұлтан, сізге мынандай сұрақ. Өзіңізге кадрлар қатты ұнады ма? Иә. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Басты актер Аян Өтепберген. Таймас! Йоу, я деп вайпты құрт жіберсеңіз мына жерде. Бұл Соңғы махаббат фильмінің предпоказында жүрміз. Әлі жүрмін бағанадан бері. Қазір біз осы жерде сіздерге тегін 1000 билет беретін адамды іздейміз. Өкінішке орай таппадық ондай адам. Сондықтан өздеріңіз билет алып киноға келіңіздер. Давай досым, сәттілік. Тағы бір драма түсірді. Алғашқы фильмнің маркетологтар ретінде маркетинг бөлімі ретінде әдейі екінші фильмге қатысқан жоқпыз. Вдруг бізде проблема деп. Өші сәттілік досым. Уже трейлермен қызық қоп тұр бізге, трейлер тизермен. Ағыра кино қызық деп ойлаймын. Жыл 12 ай түсіріліпті. Бір фильм. 4 мезгілде де. Прикинь. 4 4 мезгілде Қазақстанның 4 жағына барып түсірсе. Берекелі қыла көр, табысты қыла көр, адамға ой салатындай жақсы дүние болсын. Раббана дүния хасанат ва фил ахирати хасанат ва қина азабаннар бирахматика. 2 миллиард болсын. Амин. Аян Өтепберген, Ақботан Нұр, Жансерік Қадырбаев, сіздердің қабалықтарыңызбен. Ал кеш қайырлы болсын баршаңызға. Қауышқаныма көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Мен өзім бастағым келіп тұрған жоқ. Осы фильмді жалпы кез келген фильмде ол сценарист пен оператор және де режиссер басты рөлді атқарады. Сондықтан да енді режиссерден бастақ Ерекеңнің жолы үлкен. Дегенмен Ерекең өзі Америкадан бір Netflixтен ұсыныс түсіп, қазір түсірілімге ақш-та жүр. Сондықтан ол кісінің жұбайы мен баласына алғашқы сөз кезегін беретін боламыз. Всем добрый вечер. Ернарда не смог, к сожалению, присутствовать. Уже вторая его премьера, на которой он не присутствует. Но я с ним только что созванивался, и он просил передать, прям вот дословно передаю, что он очень давно хотел снять хороший фильм про любовь. Потому что много тем поднимается в казахстанском кинематографе. Есть и негативные темы, которые тоже нужно поднимать. Но как будто бы, он говорит, их стало слишком много. Очень мало хороших фильмов про любовь. Он хотел об этом снять, потому что в крови казахов есть это чувство. И всем большой привет, и всем большое спасибо, что сегодня пришли на эту премьеру. Это от Ернара. Біз енді бұл туынды Art Dealers пен бірлесе жасап жатқан жұмысымыз, яғни Қадырбаев тим және де Art Dealers. Бір қызға айта кетейін, Art Dealers «Жаным, ты не поверишь» деген кино білесіздер ма? Әлемдік осы киноиндустрияда өзінің ойып тұрып орын алатын бір тамаша туынды, Қазақстаннан шыққан, Netflixтің назарын аударған десек те болады. «Жаным, ты не поверишь» шыққан кезде карантин басталып кеткен. От деген түсіріп бастаған кезде су тасып кетті. Сөйтіп жаңа қадалғандар біріктік та. Сөйтіп ел аман жұрт тыныш болсын деп отырмыз. Ең бастысы енді прокат басталып жатыр. Жүректен шыққан туынды халықтың жүрегіне жетеді деп сенемін. Сол үшін өздеріңіз қарап бағасын бере жатасыздар. Махаббаттарыңыз баянды болсын. Енді жалпы бұл жерде жиналып отырған дүйім жұрт, бұл кино саласында бір шама жыл еңбек етіп терін төгіп жүрген адамдар ғой. Әрине біздің мақсат сіздердің баталарыңызды алып, сосын мынау Арман кинотеатры бұл қазақ кино тарихындағы күллі әлемдік қазақ кино тарихының алтын сандығына енген бір шама фильмдердің премьерасы өтті. Сондықтан сол себептен осында жасап, жігіттердің, сіздердің және осы енді біз аруақ дейміз ғой, сондай нәрсеге сенген халықпыз. Дегенмен де солар бұйырса, солардың жолын беріп, үлкен бір көрерменнің орын алатын, жүрегінен орын алатын, және де әрине коммерциялық тұрғыда да орын алатын бір үлкен туынды болсын деп ойлаймын. Рахмет, команда сіздерге үлкен рахмет. Киноны тамашалаңыздар. Енді ары қарай мен айтпасам да, мен сондаған кейіпкер айтады деп ойлаймын. Командамды өте қатты жақсы көрем, еркелетті, өте қолдан келгенше бұл кісілер енді кадрдың
ар жағында жүрген кісілер ғой, барынша біздің еркелігімізді көтеріп. Келгендеріңізге көп рахмет. Киноны тамашалаңыздар, көріңіздер. Аян мырза айтқандай 1968 жылы құрылған осы Арман кинотеатрына баршаңыздың бастарыңызды біріктіріп жинап жатқанымыздың бас себебі Алматы театрға ақшамыз жетпей қалды дегенсіз ме? Қалжың ғой. Қара шаңырақтың бір киесі бар, сондықтан да осы қара шаңырақтан өзіміздің бисмиллахымызды, тұсаукесерімізді бастайық деген ниет болды. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Соңғы махаббаттарыңызды табуларыңызға тілектеспіз. Егер соңғы махаббаттарыңызды таңдасаңыздар, өлгенше сонымен бірге болыңыздар. Рахмет. Тоқтай алмайсың? Көріп атып ше? Қазір тоқта. Жанна. Ой, Русаке. Да? Что? Надо ма? Супер. Душевно. Спокойно. Давно такого нужно. Фильм өте тамаша. Кәдімгідей тәрбиелік мәні бар. Уақыт деген нәрсені қатты түсіндірген, ата-ана қадірі деген сияқты. Жүрегі андай драмада жылап қалатындар болса, жылап қалады бұл фильмде. Енді менің арманым бір драма түсіру. Аян аға мен Ақботаның ойынына браво деп айтуға болады. И операторский жұмыс өте күшті болды. Негізі тұрар анау нәрсеге келіп пікір айта бермейді, өз камераны іздеп келіп ше. Айтпапсыңдар да ше, жылайсың дайындал деп. Құтты болсын деп айтам. Сценаристер мен режиссерға айтарым, сіз 10-ның 10-ын жасадыңыздар. Көз түймесін тіршілігіңізге. Құдай қаласа бұл кәсіп сборлар жинайды деген ойдам. Мен стопудов сеніп тұрмын, что жинайды, өйткені мен сияқты импат адамдар болса, бір жылағысы келіп көретін адамдар болса, ол осы кино жайлы. И көптеген отбасылық құндылықтар, өмірді жеңіл сүру, и анау өзің бағана сен айтқандай әке атанғаннан кейін уже өмірді басқаша көреді екенсің. Өте керемет кино. Менің қоярым 10-ның 10-ы. Рахмет. Аллах осы киноны неге шығарсын? Әлемдік деңгейге шығарсын. Міне осы кісілерді жолмен келеді. Құтты болсын. Жалын деген ағамыз, Жәкеңнің «Ғашықпын саған» деген туындының продюсері. Осы кісілердің жолын берсін деп, ала жасы 26 Тақырыптастарымыз ғой, тақырыптастар. Все, жанр керемет, әдемі шыққан, визуал бәрі әдемі. Нұрсұлтан красавчик вообще. Енді Ерекеңнің жұмысы туралы айтпай қойып, өйткені Ерекеңнің бәрімізден опыты ең үлкені осы қазақ киносындағы ойып орын алатын братанымыз ғой, былай айтқанда. Ерекеңнің жұмысына актерлар, өздері мойындатқан актерлар, музыка өте әдемі таңдалған. Жалпы енді соның барлығының басында тұрған өзің жұмысың ғой, сондықтан да құттықтаймын. Кино бар, жаңағыдай халыққа ұнайды деп ойлаймын. «Ғашықпын саған» бардық, өте әсерлендік қой. Өте әсерленіп, халықтың кері байланысын көріп, бізге де осындай ыстық бір махаббат, ықылас бұйырса екен деп тіледім. Бұйырса. Бұл ешқандай бақталастық емес. Жігіттің бағымен ешқашан таласа алмайсың, сондықтан да тек осы кісілердің бағы бізге жұғысты болсын. Аумин, асып кетіңіздер. Мен қасымдан, мен үшін күндіз түні тілеулес, дұғалас, өзім жақын досым. Киноны тамашаладық, түсірілгеннен бастап енді Жәкеңнен сұрап жаттым ғой, қандай кино болады, не жайында болады. Мелодрама деп қоя салды. Шынымен де бір хэппи-энді бар, сондай бір мелодрама классикалық форматтағы болады деп ойлаған едім. Бірақ шыны керек, маған киноның соңы өте қатты бір ерекше серпіліс берді. Эмоционалдық жағынан сондай эмоциональный качели беретін кино екен, біресе күлесің, соңына қарай сөйтесің да. Қасымда қыздардың барлығы жылады, мен жылауға ұялдым шыны керек Жәке. Бірақ іштей ең қиын эпизодтардың бірі анау. Маған киноның ортасынан кейін соңына дейінгі линиялардың барлығы ұнады. Кәдімгі эмоционалды адам ретінде айтып жатырмыз. Құтты болсын, сәттілік. Ең басты халық қолдасын. Тек қана халық қолдап, үлкен берекесін көре беріңдер. Рахмет. Короче, жаман өзім ұстап отырмын ше. Жылап жүрсе бір ұят болып, дари кейін прикол соңын. Аяғымда қолым қалып қалды, анау бүйтіп ше, Эмоцияң жасырма, брат. Қойшы, жібергім келмеді, өзімді ұстағым келді. Ауыр ғой досым. Отбасылы болғаннан кейін сендерге қаттырақ өту керек. Досым ауыр, мен қорқып кеттім бар ғой. Эмоция анау, білмеймін енді, мынау енді. Киноға негізі бар ғой, көп келе бермейтін премьераға ше. Бүгін шын мен күттім ше.
сенде уже тәжірибемен істедің да. Иә. И жоқ, менің немде ожиданиям қандай болды. Уже Жансың тәжірибесі бар. Дедім да, короче, қазір не болады екен дегенімш, прикинь, сол эмоцияны алып кеттім ғой, дәл күткен. Ё-моё. Ақтадың ба? Досым. Короче, келіп көрсеңіздер енді, білмеймін енді бар ғой енді, мынаның ауызға сөз келмей тұршы, қалай айтсам, көп деген нәрселерді қазір айтып қойғым келіп тұрған жоқ. Бірақ жаңа анау бір фильмді көріп отқан кезде күтіп қаласың ғой. Қазір бүйтіп істейді, примерно бүйтіп істейді депші. Анау не болып кетеді? Повороттар басқа. Поворот басқа, ё-моё, ең соңында жоқ болып, ана папа деген кезде басқа нәрсе күтіп отырмын ғой. Көбелек, анау. Енді өзім миымда құрап алдым ана көбелекпенші бір демселерші. Соның барлығы, короче, өте керемет. Басы бар, аяғы бар, ортасы бар. И әр жерінен уже басталды қызық бар ғой. Досым, құтты болсын. Құдай қаласа еңбегіңнің жемісін көр. Келіңіздер шынымен. Дархан қатты сатады. Мен сату жағына Дархан мойындаймын. Егер Дархан келіңдер деп тұрса, онда келмейді. Жоқ, шынымен 100% сіздерге уәде берем. Бұл кез келген адам келіп көріп, эмоция алып кететін фильм. Бұл кісі енді кадрдан тыс жүретін кісі дегенмен де ой өте ұшқыр, сондай талғай алатын, таңдай алатын, және де бір разбор жасай алатын кісі, сондықтан да бір өзіңіз. Киноға негізі сынмен келдім ғой. Өйткені қазақ киносындағы ең сондай бір краш, әдемі недегі сондай бір әдемі, қалай айтсам, фактура жағынан, сұлулық жағынан краш екі қыз бен жігітті алғансың. Барлығы бір андай бір сондай бір смазливый болады деп ойлады, бірақ Ақботаның да, Аянның да басқа қырынан көрсетті. Өте андай кадрдағы диалогтар, кадрдың качествосы өте керемет болды. Маған ұнады. Мынау енді оттегіден кейінгі екінші жобаң. Тәжірибе бар ма? Әдемі, әдемі. Соңғысы емес, соңғысы емес. Сен өте ауыр жанрлар аласың ғой. Драма, мелодрама. Мен өзім жалпы мелодрама көрмеймін, бірақ шынайы жүрекке жетті, түрлі әсерлер қалдырды досым. Шынайы өмірде жаңағы іште болған эмоцияны мен қабылдағым келіп тұрған жоқ, бірақ бұл кино, бұл шынайы өмір. Сонда да бұл кинодан алған түйін, ол дәл қазір сәтте бір тоқтап, жан-жаққа қарап, өз отбасын, жақындарын бағалау. Одан да досым, құтты болсын. Бұл Заңғар деген жігіт жаңа айтып жатырмын ғой, достарым жеке-жеке таныстырып, сол сияқты мен үшін күндіз-түні уайымдап жүретін, әрқашан хабарласып жағдайымды сұрап жүретін жақын достарымның бірі. Және де қасымда жүрсе де, осылай достарыма да ұнап жатқаны, біледі ғой негізі, процестің бәрін біледі, сценарийді біледі, соған қарамастан жүрекке жетіп жатқаны мен шын жүректен қуантады. Рахмет досым. Саған рахмет досым, осындай киноға. Туындыларың көп болсын. Заңғар Нұртастың келіншегі не айтады екен? Өте күшті болды. Прям ожидание. Басқаша ойладым, бірақ өте күшті шықты. Менің ойымдағыдан да күшті әсер алдым. Соңын басқаша болады деп ойлаған едім, бірақ өзінің бір сырлары бар екен. Сондықтан барлықтарыңызға кеңес беремін. Көрдіңіздер. Міндетті түрде келіңіздер. Қазақстандағы номер 1 стендаперші. Алғаш рет Қазақстанның тарихында миллион просмотр жинаған Жәкеңнен, және де Дәкеңнен. Фильмнен шыққан бетіміз, мен андай бетімді сүртіп, мұрнымды сүртіп, уже күшті болып тұрмын қазір. Даусынан сезіп тұрған шығарсыздар, бірақ Диконың қатты жылағанын. Мен жыладым соңында, шыдай алмадым. Мұрны бәрі бітеліп солай жылады. Мен соңына дейін шыдап отырдым, бірақ мен соңында қатты жыладым. Соңына дейін ей жыламайын деп отырып, көзіме жасталып отырды соңында, бірақ айта алмай тұрмын да. Ең соңғы кадр енді ол менің мүмкін өзім қазір отбасылы болғаннан кейін ба тіпті қатты тиіп кетті. Фильмнің ұнағаны өте тыныш, бірақ андай тып-тыныш сен жан дүниеге кіріп алады. Иә, тыныштықта. Уламай. Өзімен өзі бір стандартқа сай емес нәрселер болды негізі ішінде, мысалы. Оны айтуға бола ма, болмай ма, қиптайсыңдар ма? Бұл айта бер. Мысалы, сәп-әлепем, депе-кепен, непе-депе-кепен, сөпіз, мұпыса апалапы. Осындай нәрселер. Жапан сапа япа бүфілі-фелі. Жапан сепері пікті-піңкі пинопосы пышы-пықтыпы. Сол жағы маған қатты ұнады. Одан кейін мысалы машинаның ішінде біз әдетте әдемі әндердің сүйемелдеуіне үйреніп қалғанбыз, бірақ осы жолы саржайлаумен машинада маған ол қатты ұнады. Бір минусы бар бұл фильмнің, Жансеріктің жоқтығы ішінде. Кадрда. Жақсы әдемі актерлар таңдалған, ол кісілердің ойынына сөз жоқ, баға беретін емес әрине, бірақ дегенмен өте күшті алып шықты. Аян тіпті басқа амплуада ашылды десе болады. Сондықтан өте күшті. Мен ойладым осы фильмнен
біз көп нәрсенің уақытын, берілген мерзімді, мүмкіндіктерді білмей жатамыз. Тек сол сәтте өзіңіздің қасыңыздағы жақын адамыңызбен, яғни жартыңызбен уақытты мәнді де сәнді, әңгімеге толы, махаббатқа толығып өткізу керектігін түсіндім мен. Біз қазір сол орнын толтыру үшін қазір барып екеуміз күштілеп әңгіме айтамыз. Шай ішеміз. Кісінің алғашқы және соңғы махаббатымын деп ойлаймын. Оған күмән жоқ. Бәкең танимыз ғой жақын. Өте адал, әрбір қызға Дидар сияқты жігіт бұйырсын. Мен де солай ойлаймын. Немесе Дидардан асыпсыз. Рахмет. Дәл қазір менің қасыма енді осы қазақ киносының майталмандары, аға буын осы кісілердің артынан ілесіп келе жатырмыз ғой. Үлкен рахмет. Анау қай спектакль еді бізде керек ақ жаңбыр деп айтатын. Сүйікті менің ағатайымда Чеховты айтады, Асан екеуміздің ойнаймыз сонда керек ақ жаңбыр деп. Дәл қазір осы көктемнің алдында бір тамаша, бір керемет тақырып көретін. Мен ойлаймын, анау аңшының жолы болса да, бір болса да арзағы бөлек дейді. Бұндай тақырыптағы кинолар көп болу керек, бірақ әрқайсының айтатын ойы өзгеше, сондықтан да өте жақсы оқиға, актерский каст қандай тамаша, қалай түсірген. Енді мен ойлаймын, көрермен бағасын берсін, саған рахмет, қорықпай, комедияның артынан жүгірмей, батылдық танытып, осындай тақырыпқа қалам тартып жатқаныңа, бұл бір үлкен бір қадам деп білем. Қазіргі таңда сендер бүйтіп ледокол болып мұзды жарып жатсыңдар, ары қарай арттарыңнан осы жанр дамый берсін. Өте жақсы, тамаша. Құтты болсын. Ұнады. Не деймін, Жансик, құтты болсын. Өте бір тұшымды дүние шығыпты. Жалпы енді мен сенің алғашқы жұмысыңда да бой көрсеттім ғой. Сондықтан мен в какой-то мере тағдырласпын сенімен. Өйткені әрбір жобаға, өзім түскен жобаға, өзім жұмыс істеген жобаға мен әйтеуір жанымды салып жұмыс істеуге тырысам. Жаным ауырады, уайымдаймын ол жобаларды. Сондықтан осы жоба көрерменнің көңілінен шықсын деген тілек бар менде, ниет бар. Мен тілектеспін, әрқашан сенің әрбір жұмысыңа ниеттеспін. Өзі бір тұшымды дүние келді деп ойлаймын. Легкий, өзі бір сөйте тұра бір адамға бір ой салатын. Сол үшін келіңіздер, көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Тосын. Ағалардың ақбатасын алдық, бисмилля деп. Келіңіздер, көріңіздер, бұндай кинолардың көрермені өте көп болу керек. Біз көрерменмен бірге өсеміз, көрерменнің талғамы өскен сайын біздің де талғам жоғарылайды. Бірге дамиық. Ақерке ханымнан бір-екі ауыз сөз. Шынымды айтсам, кинода жыладым, себебі қатты тиіп кеткен момент. Мен мама папамда да осындай ситуация болған. Мен екінші сестренкам бар, менен кейінгісі. Сол аяғы ауыр кезде не бала, не ана деген сияқты мәселе болды да. Сол кезде әкем осылай мешітке барып сұраған болады. Сол моментте бастап жыладым ғой мен, короче. Бірақ өте керемет түсірілген, прям жүрекке тиді ғой, бір деммен қарап шықтық қой. Табысты болсын, сол да болсын. Соңғы махаббатымыз табымыз деп. Ақерке мен үшін әрдайым андай қуанып, шын жүректен істеп жүреді. Үшеуміз тұрып алсақ. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Роднойлар деп бастайыншы, не дегенмен осы бір үлкен қадамдарға алғашқы септігін тигізген сол бір кішкентай аудиториям. Аллаға шүкір, бүгін кезекті туындымыз соңғы махаббат фильмінің жабық көрсетілімін аяқтадық. Енді уайым болды шыны керек, енді бір жылдан аса уақыт бұл жобаға күш, уақыт, қаншама ақша, энергия, соңында уайым, қобалжу. Әйтеуір Аллаға мыңда бір шүкір, жабық көрсетілімнен шыққан кісілердің кері байланысын қарап бір іштегі жаңағы уайым мен қобалжу бір сейілгендей басылғандай болды. Бәрі келіп фильмнің ұнағанын айтып, кәдімгі жылап, кәдімгі камераның алдында өздерінің шын эмоцияларын көрсеткенде мен іште бір мақсат орындалғанын сезіп тұрдым. Бұл біздің Art-Dealers ұжыммен бірлесе жасаған жұмысымыз, барша командаға, продюсерлік құрамға, режиссер, оператор, сценарист бәріне рахметімді алғысымды айтам. Сенім білдірдіңіздер. Ешқандай бір ожидание, күтім жоқ. Құдайдың бергеніне разымыз. Сәтті жоба болсын, Алла жазса. Қазақстанның тарихында тұңғыш рет 4 мезгілде түсірілген соңғы махаббат атты мелодрама. Сценарий, конечно, енді ауырлау. Соңына қарай қанша сценарийін біліп тұрған мен өзімнің де көзіме жас келіп кәдімгідей бір керемет сезімде отырдым. Білмеймін енді. Бағасын беретін өздеріңіз.
дегенмен бұл жоба біз үшін кішкентай бір баламыз секілді уайымдап тұрасың, жақсы көріп тұрасың, қандай болса да. Ал енді нағыз бағасын беретін ол өздеріңіз. Біздің тарапымыздан жасау керек дүниелердің барлығы 100%-ға болмаса да біршама пайызға жасалды деген ойдамын. Ары қарай әуелі Алла, сосын көзқарақты көрермен халыққа табыстадық. Сәтін салсын, берекелі жоба болғай. Ең бастысы берері болсын. Жаңа шыққан кезде біз өзіміз ойламаған посылдарды айтып жатырды, құндылықтарды. Адам ауырған кезде ешнәрсе қызық емес болып қалады. Сол сәтте махаббат қана құтқарылады деген сияқты бір күшті бір сөздер айтылды. Расымен махаббат әлемді құтқарады деген сөз бар ғой. Махаббаттарыңызды тауып, сол махаббаттарыңыз осы өмірдегі ең соңғы махаббаттарыңыз